ол мынау дұғадан кейін бетті сипау. Мен өз басым бала кезімде соны көрдім. Әжем сол Аллаху акбар бетін сипайды. Содан кейін бала кезінен көрген нәрсе, содан кейін жаңа өз басымда соны енді амал істеп дұға істегенде, содан кейін біреулер енді көрдім, біреулер оны былай дейді, жоққа шығарады, біреулер оны істемейді. Бір қарасам, бір өзінше оқыған адамдар не істеп сонда осы мәселені зерттеген кезде бұл жерде осымен де бірге қатысы бар. Өйткені кішіпейілдік деген не? Ол шындықты мойындау, ақиқатты жоққа шығармау. Өзіне де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқанда, тәкаппарлық деген не нәрсе? Кібірлік. Ол шындықты мойындамау, адамдарды төмен санау және хақты мойындамау, бар нәрсені жоқ деп айту. Мысалы, бар нәрсе жоқ дейді ол. Мысалы, бұл шындықты мойындамау, бар нәрсені жоққа шығару. Енді осы мәселеге келген кезде бір қысқаша мағлұматтар, енді оны тағы да бір естіп алайық. 4 хадис келеді. 4 хадис ішінде оны 6 имам, хадистің имамдар ішінде 6-ның ішінде 4-еуі осы хадистер келтіреді. Бетті сипау дұғадан кейін. Имам Термизи рахималлах, имам Абу Дауд, Насаи, Ибн Мажа рахималлах, өзі осы 4 имам өзінің кітаптарына осы бет сипаудың хадистерін келтіреді. Одан кейін осы хадистердің дәрежесі қандай сұрақ болғанда, сол имам Термизи рахималлах және имам Суюти және басқа ғалымдар хасан дәрежесін қояды. Хасан деген жақсы хадис. Сахихтан кейін екінші дәреже. Сонда хасан деген, осында атақты сунниттің ғалымдары бұл хадистерге хасан деп дәрежесін беріп жатыр. Оны біреулер келіп қалай даттар барады, оны жоққа шығарады. Айтады, бұл жоқ нәрсе деп айтады, бет сипау. Осы жерде ар жағында білім жоқ па, әлде мынаны жетпей ма деп ойласын, білуі де мүмкін, бірақ өзі осындай бар нәрсені жоққа шығарып жүр. Осылай кейбіреулер өзі шектен шығатын, дұрыс орта жолдан екі жаққа тартатын, шектен шығатын сипаттар, бір сипат ол бар нәрсені жоққа шығарады. Шариғатта бар нәрсе, оны жоқ деп айтады. Екінші топ, қарама-қайшы топ, олар айтады, жоқ нәрсені бар етеді. Ешбір кітапта жазылмаған, аятта жоқ, хадисте жоқ, шариғат фиқх кітаптарда жоқ, кітаптар жазылып, бірақ оны барады, өздері оны кіргізеді.